Қайырлы күн, достар. Мен бүгін сіздермен қатпарлы қамырдың рецептімен бөлісетін боламын. Қатпарлы қамырдың сан түрлі рецептісі бар. Соның біреусімен сіздермен бөліскім келіп отыр. Мен бұл қамырды 2 жыл бұрын дайындай бастадым. Содан бері тек осы қамырмен жұмыс жасаймын. Өте керемет, өте дәмді қамыр шығады. Мен бұнымен самса, рогалики, трубочки, тіпті Наполеон тортының корждарында пісіремін. Сіз де байқап көріңіз. Ол үшін бізге салқын су, 1 жұмыртқа, 1 шай қасық тұз және де 1 шай қасық 6% уксус қажет. Осы қоспаларды араластырамыз және де уақытша морозильникке салып қоямыз. Одан кейін бізге еліктен өткізілген ұн және де морозильникте қатырылған 2 пачка маргарин қажет. Маргаринді міндетті түрде қатырып қоямыз, себебі біз оны мына жерде теркадан өткіземіз, ал жұмсақ болса ол бізде өтпей қалады. Морозильникте қатырылған маргариндерімізді ұнға аунатып, осылай теркамен жақсылап өткізіп аламыз. Менде пампушка маргарины. Өткізіп болғаннан кейін жай қимылдармен ұн мен маргаринді араластырамыз. Майды езіп жіберудің қажеті жоқ. Ол езіліп кетсе, біздің қамырымыз қатпарлы болмай қалады. Сондықтан өте жай қимылдармен араластырамыз. Одан кейін морозильниктегі қоспамызды алып, бірнеше бөлікке бөлу арқылы осылай құйып отырамыз. Құйып болғаннан кейін вилкамызды бір шетке қоя тұрып, қолымызбен жұмыс жасаймыз. Бұл жерде маңызды бір ескерту, жұмыс жасаған кезде біздің басты мақсатымыз қамыр илеу емес, ұн мен майдың басын біріктіру, яғни жай ғана бір-біріне басып, осылай қолымызбен мыжып басын біріктіреміз. Видеода мен қатты мыжып жатқан сияқты көрінуі мүмкін, шын мәнінде олай емес. Жай ғана қимылдар арқылы басын біріктіреміз. Біріктіріп болғаннан кейін пакетімізге салып, қалған майда шүйделерін осылай мыжып салып жіберсеңіз болады. Содан кейін міндетті түрде 5 сағаттан артық холодильникте тұру қажет. Мен көбінесе түнде жасап, азанда дайын болып тұрады.